Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен осындай әдемі сақина тоқып үйренеміз. Өте оңай жасалынады. Егер ұнап жатса, видеоның соңына дейін қарап шығыңыздар. Бізге қажетті заттармен таныс болайық. Ең алдымен осындай лескада тоқимын, және екі түрлі бисер, біреу розовый және біреу осындай золотистый сұр түсті десек те болады. Одан кейін қайшы және бисердің инесі қажет. Бар болған осы заттармен әдемі сақина тоқып үйренеміз. Дайын болсақ, бастайық. Яғни ең алдымен осылай инемізді лескадан өткізіп аламыз. Яғни екі жағына, яғни бірінші ұшы, екінші ұшы, екі жағына да инені өткізіп аламыз осылай. Одан кейін бізге ең алдымен оң жақтағы инемізге 4 розовый бисер, ал сол жақтағы инемізге 6 золотистый бисер аламыз. Одан кейін розовый бисердің инесімен осылайынан бірінші тұрған золотистыйдан өткіземіз. Ары қарай жалғастырамыз. Розовый түсті бисердің жағымен золотистыйды аламыз, ал золотистый бисер жақпен иненің ұшымен, яғни розовый бисер аламыз. Яғни міне 4 розовый бисер, 5 золотистый бисерді алдық. Төменге қарай түсіремізді. Розовый бисердің инесімен золотистый бисердің бірінші бисерінен өткіземіз. Менде мына жерде шатасып жатыр лескам. Ары қарай жалғастырамыз. Мінекей бірінші тұрған бисерден осылай төменге қарай шығамыз. Яғни достар, розовый бисер инесімен тек қана золотистый бисер алып отырамыз, ал золотистый түсті бисердің инесімен тек қана розовый түсті бисер алып отырамыз. Ары қарай мінекей 5 золотистый, 4 розовый аламыз. Екеуін төменге қарай түсіріп, енді розовый бисердің инесімен золотистыйдың бірінші бисерінен төменге қарай осылай өтіп шығамыз. Ары қарай жалғастырамыз. Дәл жаңағыдай 4 розовый, 5 золотистый бисер аламыз. 4 розовый, 5 золотистый бисер алдым. Енді розовый түсті бисердің инесімен бірінші тұрған золотистый бисерге өткіземіз. Яғни қолымызға өлшеп көреміз, одан кейін өзімізге қажетті ұзындықты осылайынан дәл мен сияқты тоқып шығасыздар. Ал мінекей өзіме қажетті ұзындықты тоқып алдым. Ең соңғы енді бізге 4 золотистый, 4 розовый бисер аламыз. Розовый бисердің инесімен бірінші тұрған золотистыйдан өткіземіз де ары қарай жалғастырамыз. Енді екі ұшын бір-біріне қосатын боламыз. Осылай бірінші золотистыйдан өтеміз, екінші иненің ұшымен екінші золотистыйдан өтіп шығамыз. Енді бізде артық жіп қалды. Осы артық жіптерді бисерлерден өтіп, артығын қиып тастайтын боламыз. Яғни дәл мен сияқты осылай бисерлерден өте бересіздер. Одан кейін мінекей осылайынан өтіп артығын кесіп тастаймыз. Яғни бұл не үшін қажет? Егер сіздер жіпті шатастырып, осылай соңында кесетін болсаңыздар, жіп сол кезде сөгіліп кетпейді. Ал екінші инемізді де осылай бисерлерден өткізіп шатастырып аламыз. Дәл мен сияқты осылай инелерден өтіп шығасыздар. Содан кейін артығын кесіп тастауға болады. Мінекей осылай бір бисер қалдырмай ортасында өтіп шығамыз. Енді розовый бисерлерден өткіземіз. Осылайынан өтіп шығамыз. Артығын енді кесіп тастайтын боламыз. Осылай бисерлерден өтеміз. Өте оңай жасалынады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ұнап жатса лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Ең бастысы менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.